Бүгін біз қолдан айран жасаймыз. Оған 3 литр сүтті қайнатамыз. 3 литр сүтті қайнатамыз. Бұл айранды екі түрлі қылып істейді. Кейбіреулер обраттан істейді. Біз мұны таза сүттен алдық. Майы, қаймақ алынбаған таза сүт. Таза сүттен істеген өте дәмді болады, пайдалы болады. Обраттан істесең көк-көңбек болады. Ешқандай жиренсіз болмайды. Диета ұстаған адамдарға сол обраттан істеген жақсы. Осы 3 литр істесең, 3 литр айран шығады. Кішкене ғана сары су болады, бір кеседей бола ма, болмай ма, кішкене сары су болады. Ол сары суын алып тастайсың. Бұның астында да жабысып қалмау керек, жабысса тоже жаман. Айранның ұйытқысын бір кеседей құю керек. Ұйытқысы жақсы болса, айран әдемі үйді. Баяғыда сұрап жүреді бір-бірінен. Әркім көршілерден аласың. Айранның ұйытқысы бар ма деп бір кеседей алып келесің. Сосын оны ұйытасың. Біз айранды ұйытқан кезде, сонда қай үйдің ұйытқысы жақсы, сол үйдің ұйытқысын алатымыз. Сол үйге барып, апа бізге ұйытқы беріңізші деп, или қалдырады. Кейбіреулер қалдырады. Мысалы, айран ұйытқаннан кейін артынан ұйытқыны алып қоюға болады. Былай бөлек алып қоясың да, сосын келесі келгенде содан таза ұйытқыны ала қоясың. Сол біз апайдың үйінің ұйытқысын, Света деген көршіміз болды, солардың ұйытқыларын сол алып жүретімізді. Осылай жақсы ұйытқы болса, соларды іздеп. Кейбір нелер айран тоже үймай қалады. Кейбіреудің ұйытқысы. Бұл айранның екі түрлісі болады. Кейбіреу болады, мынандай қою болады, а кейбіреу кәдімгі прям кесел сияқты болады. Түрлі-түрлі. Егер де сондай кесел сияқты ұйытқы керек болса, сол бәленшенің үйінде бар екен деп, соны іздеп жүретінбіз. Мінекі көпіріп жатыр беті, мінекі. Уже қазір қайнайды. Міне сол үшін сапырып отырмын. Қаймақ ішіне кетсін деп, қайта-қайта сапырып отырмын. Міне сүтіміз қайнауға дайын. Бұл айранға сондай күтім керек. Бұл айран үйғанша әдемі қарап отыру керек. Мысалы, үймайда қалады. Кейбір сүт айранның несі болмаса, үймай қалады. Бала сияқты бұны күту керек. Баланы қалай не қыласың, сол сияқты. Өте ыстық болмау керек сүт. Өте суық та болмау керек. Суық болса, вообще үймай қалады. Сондықтан жай қан жылым дейді ғой, қазақша қан жылым болған кезде айранын құйып, былғап, сосын қояды. Міне, міне қайнайын деп жатыр. Кейбір айран іртік болады. Мұна айранды мынау салар құяр кезде қайта іртігін бәрін кетіру керек. Кейбір айран іртік болады, кейбір айран сұйық болады. Соны байқап, қарап, дұрыстап, бұған көп бап керек. Баптап барып істеу керек. Мінекей уже көтерілді міне. Міне уже сүт пісті деген сөз мінекей. Тасып та кетеді, бұны қарап отыру керек. Өте бап керек бұған. Міне сүтіміз дайын деген сөз. Бұл енді суиды, сосын айранын құйып, ұйытамыз айранды. Мінекей сүтіміз дайын. Енді бұны кішкене сапырып, суытамыз. Бұл суиды. Мынау тез су үшін бұны калидорға шығарып қоюға да болады. Суиды. Егер де суып қалса, кішкене жылтып жібересің. Жылы болу керек. Жай теплый, слабый температурада жылы болу керек. Ал жылы болмаса, айран үймай қалады, суық қалса. Тоңып қалды дейді оны. Міне сүтімізді 1-2 сағатқа мұздатып алдық. Енді дайын, енді айранымызды құйып, ұйытқымызды, айранды ұйытамыз. Ақырындап құйып араластыру керек. Мен араластырайын, сен құя бер. Қақпағын жауып, жыл жерге үйде комнатный температурада тұрады. Мінекей, жабамыз. Айранды енді жыл жерге үйде тұрады. Бір 5-6 сағатта үйіп қалу үйді. Сол 5-6 сағаттасын қақпағын ашып қараймыз. Үйса, сразу салқындатып қоямыз. Содан кейін кішкене енді салқындап тұрады. Содан кейін іше беруге болады. Жасаған айранымыз дайын болды. Енді бетіне сары су шыққан, оның сары суын біз алып тастаймыз. Осы айраннан кішкене ұйытқалып қалам. Келесі ұйытқанда осындай айран алып қалу керек. Мынау айранымыз үйіп болды. Енді бұдан мен кішкене ұйытқалып қалдым. Ол келесі келгенде, келесі айран жасағанда мынау ұйытқы дайын тұрады. Бұны ешқандай қозғамай, соғалпында мынандай алып қойылым.
Айран жасасаңыздар, осылай айраннан ұйытқы алып қалыңыздар. Бұл ұйытқыны холодильникке қоямыз, бетін жауып. Сосын келесі енді ертең айран ұйытқан кезде, осы дүкеннен сатып алмай, айран сұрап алмай, міне осы ұйытқымен өзім ұйыта берем. Енді мына айранды көрейік, қалай үйді екен, дәмі қандай болды екен. Мінекей, әдемі үйіпті. Бұл енді бір-екі ұйытқаннан кейін кәдім созылмалы айран болады әдемі. Енді мына бірінші, екінші кішкене іртігі бар арасында. Бұны қайта-қайта неғылай берсең, созылмалы айран шығады бұдан. Әдемі. Бауыр сияқты тұра қалды. Жақсы үйіпті. Ал енді көрейік дәмін қалай болды екен. Тамаша. Ой, күшті. Қолдың айранына не жетсін. Бұл аппарат емес, чистый таза сүттен істеген. Өте дәмді. Енді осыған қант салсаңыз, йогурт болып шыға келеді. Ал тұз салсаңыз, кәдімгі шөлді қандыратын кішкене су қосып, шалап болады, шалап істеуге болады. Міне осылай істеңдер. Мінекей қолдың айраны өте пайдалы, мінекей таза сүттен. Ешқандай қоспасы жоқ. Балаларға істеп, кішкентай балаға қант салып берсеңдер, тойып жүреді. Кальций бәрі бар бұның ішінде. Витаминдердің бәрі бар. Қолдың сүті, қолдың айраны мінекей өте күшті, жақсы. Осылай істеңіздер енді. Мінекей көрсетіп отырмын сіздерге, қалай істейтінін көрсеттім.